Мені ақша қызықтырмайды, немесе әңгіме ақшада емес деп кедей әкем айтатын. Ал бай әкем ақша бұл билік деп өз пікірінен қайтпайтын. Ең кедей, ең бейшара, ең бақытсыз, ең сәтсіз адам ертең сөзін көп қолданатын адам. Тыңдау сөйлеуден маңызды. Егер бұл шындық болмағанда, біздің екі құлағымыз бен бір аузымыз болмас еді. Көп адам жаңа ойлар мен мүмкіндіктерді тыңдап, сосын пайдасына асырудың орнына аузымен ойлап жалғаса береді. Сұрақ қоюдың орнына қарсы пікірін көп танытады. Ақшаға деген құмарлық бар жауыздықтың тамыры, кедей әкенің ойы. Бар жауыздықтың тамыры, ақшаның тапшылығы, бай әкенің ойы. Тәуекелдің әр кез алдыңнан шығатыны рас. Оған қашқақтаудың орнына оны басқаруды үйренейік. Басқалар байқамағанды көре білу жетістікке жетудің негізгі кілті. Бір ретте құламай сәби жүруді үйренбейді. Себебі біз жүруді құлай-құлай үйренеміз. Бизнестің жолы да солай. Неліктен қоғамның көп бөлігі ауқатты адамдардан тұрмайды? Себебі олар жеңілуден қорқады. Ал жеңіс тұғырынан көрінгендер жеңілістің дәмінде татқандар. Сәтсіздік ол жетістікке жетудің бір бөлігі. Сәтсіздікке жолағысы келмеген адамдар жетістікке де жете алмайды. Қазіргі күндегі ең басты қатер әрекетсіздік. Бос уақытымды тиімді пайдаланғанымның арқасында мен қазір баймын. Ақымақтар ғана сөйлеу үшін ауызды пайдаланады. Ақылдылар басымен сөйлейді. Данышпандар жүрек сөзін ғана айтады. Айналаңыздың барлығына дұшпандай қарасаңыз, олар шынында да сіздің жауыңызға айналып шыға келеді. Ешқашан берілмеңіз. Бүгін қиын, ертең одан да қиынырақ, ал арғы күні бұлт артынан күн шығады. Қай жерде еңбек бар, сол жерде мүмкіндік бар. Ешқашан байқап көрмесеңіз, мүмкіндік бар жоғын қайдан білесіз? Әлемге сіздің сөзіңіздің түк мәні жоқ, ісіңіз маңызды. Ең жақсы адамды емес, жөні түзу адамды іздеңіз. Тез табысқа жетем деп жанталаспа. Алла қаламаса ештеңе болмайды. Егер 35 жасыңызда сіз әлі де кедей болсаңыз, онда сіз бұған лайықтысыз. Көптеген табысқа жеткен кәсіпкерлердің білімі орташа болған, бірақ бұл құлшына үйренбеген адам да табысқа жете алады дегендік емес. Есіңде болсын, білімің ешкім сенен тартып ала алмайтын ең мықты қаруың. Адам білімсіз де кәсіп жарата алады. Бірақ білімсіз бәрі бірде оны дамыта алмайды. Бізге ақша әрдайым жетеді, жетпейтіні өз арманы үшін өлуге дайын адамдар. Қаржылық жетістік те, табыс та, іргелеу деңгейі де басқа адамдармен дұрыс және тиімді қарым-қатынас құра білуге байланысты. Әркім Алла берген жасты жасайды, бірақ жақсы табыс табу арқылы өмір сапасын жақсартуға болады. Жеңіс те, табыс та, тіпті сұлу әйел де, көбінде ержүректердікі. Өйткені ержүректіктің тағы бір аты тәуекелшілдік. Ал тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің. Ең даналар мен ең ақымақтар ғана өзгермейді.
Сенің қол жеткен табысың басқаға өзің қуанғандай зор болып көрінбейді. Адамды алғаш көргенде қалыптасатын пікір әдетте көп ұзамай өзгереді, ал бұл өзгеріс болғанша адам туралы не тым жақсы, не тым нашар ойлайсың. Мен бұрын бәрінің өзгеретініне үміттенемін деп айтатынмын. Сонан кейін бәрінің өзгеруі үшін өзімнің өзгеруім керек екенін түсіндім. Болашағыңның өзгеруін қаласаң, сол өзгерісті тап қазір жаса. Егер менің басыма ауыртпалық түскен болса, онда менің оған әлім келгені. Сен барлық затқа қол жеткізе аласың, егер ол саған шынымен қажет болса. Болашаққа қарай жол жүргің келсе, өткеніңнен арылуың керек. Қате жібермегенің, өміріңді толыққанды түсінбегенің. Өзгенің емес, өзіңнің мақсатыңа жет, екінші болма. Бүкіл жауаптың бәрі өзіңде жатыр. Сен кітаптағы жазылғандардан көп білесің, бірақ оны еске түсіру үшін кітапты оқу керек, өз-өзіне қарауың керек, өзіңді тыңдауың керек және сенуің керек. Ертең жоқ, кешіктірмеңіз, қазір жасаңыз. Табыс бақыттың кілті емес, бақыт болса табыстың негізгі кілті. Егер сізге өз ісіңіз ұнаса, сіз міндетті түрде табысқа жетесіз. Егер барлық іске бірдей үлгергің келсе, онда өзіңді ғаламның 98%-нан бөліп тастауың қажет. Өмірдегі ең маңызды нәрсе басқалардың айтқанына қарамастан өзіңе сену. Неден қорқсаң, соған қарсы жүр. Өйткені қорқынышқа қарсы тұрар күшті сол жерден табасың. Әйтпегенде күнде бір орында тұрып қаласыз. Мен бәріне құрметпен қараймын және кез келген сынды қабылдаймын. Бұл мені әлде қайда күшті етеді және алға басады. Ортақ ереже болмаса, ешкім ешкімге ешқашан ортақ кеңес бере алмайды. Молшылықта заттың аздығы емес, тез бөлінетіндігі мұңға айналады. Ешқашан құламаған адам ұлы емес, құлағаннан кейін қайта тұра білген адам ұлы. Екі нәрсе әрбір адамға пайда береді: көркем мінез бен кешірімділік. Екі нәрсе адамның қадірін көтереді: кішіпейілділік және адамдарға көмектесу. Адамзаттың көпшілігі өз проблемаларының шешімін өзі емес сыртқы ортаның шешіп бергенін қалайды. Өзіне өзі толық жеткілікті бола алмаған, өз-өзін еркін қамтамасыз ете алмайды. Осының нәтижесінде құлдық санаға түсіп қалған масыл және тәуелді адамдар қаптайды. Бұл гуманизм жолы емес. Екі нәрсе адамды мәңгі тұрмайды: жастығы мен күш қуаты. Адамды екі нәрсе қартайтпайды: бірі жақсы мінез, екіншісі жақсы сөз. Өмір деген қашанда кеменің апаты. Адамдар ең көп азапты қарапайым ақиқатты елемегеннен шегеді. Адамның қасы арам шөп тәрізді, отаған сайын қаулай түседі. Жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі, жамандыққа жақсылық нар кісінің ісі. Құдыққа тас тастаған адам ол түбіне жетіп, даусы естілгенше қарап тұрады. Сол секілді, сені сөккен адамның көбісі жауабыңды күтеді. Ұстамдылық пен көркем мінез таныт, өткізіп жібер. Құдық түпсіз екен деп ойласын.
Атақ, бақ та қолға салған сақина тәрізді. Қанша асыл болғанмен түбі тозады. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны өзі тапқан емес. Оған егер бір іліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Тағдырға қарсы келе алмас, қарсы келу жарамас. Сөзіңді түзе, әдетіңе айналады. Әдетің мінезіңе айналады. Мінезің сенің тағдырың. Көңілі жұмсақ адамның күрмеуін тағдыр шешеді. Барлық адамның тағдыры бір жерде түйіседі. Құл да өледі, қожайын да өледі. Бүйтерін кім біліпті бұл жалғанның, сендім де ал дегенін қабыл алдым. Жолымнан жауыз тағдыр жаңылдырды, о дүние-ай, мезгілімнен қапы қалдым. Арлы адам ең күшті адам, өйткені ол өткінші бақыттың, өткінші қайғының ырқына мойынсұнбайды. Сондықтан оның тағдыры қиын болуы, ауыр болуы мүмкін, өкінішті болуы мүмкін емес. Бай болу, кедей болу тағдыр ісі. Тәрбие адам тағдырын шешетін ұлы іс. Мінезін өзгерткен адам тағдырын да өзгертеді. Тура сөйлеп түзу жүрген жандардың тағдыр жүгі ауырлығын аңғардым. Тағдырды өзгерту үшін ойыңызды өзгертіңіз. Сіздің өміріңіздің ең жақсы жылы өз мәселелеріңіздің тек өзіңізге ғана тиесілі екенін мойындау. Сіз оған бола анаңызды, экологияны, не президентті кінәламаңыз. Өз тағдырыңызды өзіңіз басқарып отырғаныңызды түсіне біліңіз. Табысты адамдар өздерінің тағдырларын басқаратынына 100% сенімді. Олар жағдайларға тәуелді емес, бірақ оларды өздері жасайды. Сондықтан, егер жағдайлар оларға сәйкес келмесе, олар оларды өзгертеді. Тағдыр идеясы ғылыми тәжірибе емес, өмірлік тәжірибені қажет етеді, ақылды теңдікті қажет етеді. Көп өтірік айтатын адамдар шыншыл болып көрінуге тырысып бағады. Ұрлаған ұры емес, ұсталған ұры. Өлгеннен сұра дер едім, тірі жандарға өмір дегеннің не екенін. Адам кірпіш сияқты күйген сайын қатая түседі. Өмір қимылды талап етеді. Жазушының бір ғана қабілеті бар, ол өмірдегі шындықты көзмен көріп, оны нағыз шебердей суреттейді. Қалғандары 200 адамның тірлігі ғана. Еңбекпен табылған тамақ тәтті әрі сіңімді болады. Нәпақа табам деп өмір сүруді ұмытып кетпе. Өмір шыңға шыққанмен бірдей, асықпай шығасың, зымырап түсесің. Көп сөйлеген мылжың шын сөзді азайтады. Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиісті емес, оларға түсіндіре алмай отырған өзін кінәлауға тиіс. Әр нәрсенің сыртына қызықпа, асылы ішінде. Каналымды жоғалтып алмауыңыз үшін арнама жазылып өтіңіз. Сіздің әрбір қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі. Комментарияға өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.